Екі президенттің келісімі. Бұрынғы президент Назарбаев пен қазіргі президент Такаев арасында демократиялық рәсімдері пайдалана отырып, екі негізгі мақсатқа жету үшін құпия сөз байласу, саяси келісім бар деп санаймын. Бірінші, Такаев президент қызметінен кеткеннен кейін Назарбаевтың қылмыстық қудалаудан құтқару. Екінші, бұрынғы президентті қылмыстық қудалауға жол бермеу арқылы Назарбаев қауымының капиталын құтқару. Тоқаев президент болып тұрған кезде Назарбаевқа ешқандай қауіп төнбейді. Бірақ Тоқаев бұл қызметтен кеткенде не болады? Мүмкін Тоқаевтың мұрагері ретінде Назарбаевқа адал немесе қауымды сақтауға мүдделі адамды таңдайтын болар. Бірақ уақыт өте келе ол қоғамның қысыма шыдай ала ма? Одан кейінгі төртінші президент қауымның қарсылы болса ше? Түрмеден және капиталды жоғалтудан қалай сақтануға болады? Бұл бұрынғы президенттің конституциялық қорғауымен ғана мүмкін болады. Сондықтан жаңа конституцияны ойлап тапты. 48-ші баптың 1-ші тармағы және 3-ші тармағына сәйкес бұрынғы президент кез келген қудалаудан иммунитетке ие болады. Басқа баптарға өзгерістер енгізу 48-ші баптан назарды аударту мақсатында жобаны талқылауға қарқынды эмоция тудыру үшін енгізіледі. Жұртшылық 48-ші бапқа назар аудармай, оны өзгертуді талап ете алмайтындай жаңа конституцияны кең, ашық талқылауға мүмкіндік бермеу үшін тез қабылдау керек. Бұл Назарбаев пен оның қауымның күйреуі болар еді. Бұған жол бермеу үшін жоба мәтіні 31 қаңтарда, ал 12 ақпанда кеңінен талқылаудың нәтижелері бойынша пысықталған мәтін жарияланды. Осылайша олар халыққа жаңа конституция мәтінін талқылауға мүмкіндік бермеді. Мәтінді 13 күнде талқылау мүмкін емес. Толық талқылау үшін жарты жылдай уақыт қажет. Яғни референдум күзде өткізілу керек. Бірақ жаздың басталуымен адамдар митингілерге шығып, адамдар өздеріне лайықты түрдегі жоба қол жеткізе алар еді. Және бұл нұсқада ол Назарбаев үшін қолайлы болмас еді. Сондықтан референдумды жылы мезгіл басталған дейін өткізу керек. Осыдан билік референдум өткізуге асығуда. Келесі жалғандық. Биліктің халыққа 15 наурыздағы дауыс беру күніне дейін мәтінді өзгерту мүмкіндігіне үміт арттыру. Яғни өзгерту және толықтыру туралы ұсыныстарды қабылдауды жалғастыруда дегенді білдіреді. Бірақ бұл жалған қадам. Өйткені жобаны комиссия қабылдап, конституциялық сотпен келісіп қойған, және олар мұны енді қайталамайды. Шешім қабылданды және барлық ұсыныстар кеңседе қалады. 1993 жылғы конституцияны оған барынша аз өзгерістер енгізу арқылы қалдыруға болады деп санаймын. Атап айтқанда, бірінші, парламентті қайта құруға қатысты баптарға қажетті өзгерістер енгізу. Бірақ бір мандатқа үміткер болу мүмкіндігін қалдыру. Екінші, президент тарауының халықтың сенімін жоғалтқан кезде импичмент жариялау арқылы президентті биліктен кетіру мүмкіндігімен толықтыру. Үшінші, президентке үміткерлер үшін мемлекеттік қызметте қажетті 5 жылдық жұмыс тәжірибесі түріндегі шектеулерді алып тастау. Төртінші, судья өз шешімімен сыбайлас жемқорлықты қолдауға ықпал ететін жағдайлардағы судьялардың жауапкершілігін толықтыру. Бұл толықтыру елдегі қалыптасқан күрделі сыбайлас жемқорлық жағдайына байланысты қажет. Өмір көрсеткендей, осы 4 тармақ Қазақстанның дамуы үшін өмірлік маңызы бар басты өзгерістер. Оларсыз жаңа конституция ештеңеге де тұрмайды. Сондықтан жұртшылықты референдумы бір адамның емес, халықтың талаптарына жауап беретін жоба мәтінін әзірлеу үшін күзге ауыстыруды талап етуге шақырамын.
Бүкіл халықтың тағдырын қия отырып, бір адамның тағдыры туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Әсіресе елге үлкен зиян келтірген адам болса.